басқа мамандыққа ауыса салайыншы, немесе ағай мен просто ата-анам үшін оқып жатырмын, ертең басқа салаға кетем деген сөздер мені қатты жүрегімді ауыртады. Неге біз балаға мамандық таңдауды 9-10-11-де ғана сол кезде баса көңіл аударамыз дағы? Кішкентай бөпе кезінен басталады. Баланың немен ойнап жатқаны, немен айналысып жатқаны біз көбінесе оған мән бермейміз. Мысалы, бала жай ойнап жатыр деп мән бересің. Ата-анасы математик па болды, балалардың барлығы математик. Баланың шыңға шығуы, баланың ары қарай дамуы. Осы екі араны баланстап тұру үшін біз ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз? Қызыл көйлек пе, сары көйлек пе, өзің таңда деген кезде баланың таңдау құқы пайда болады. Көрдіңіз бе да? Өзі таңдайды ғой, басқаша. Біз бақыттымыз дейді үшеуі де. Біз қандаймыз дейді, біз баймыз деп айтады. Сөздік қоры дамиды, қиялға жат дамиды, шешім шығару дамиды. Көрдіңіз бе да? Көрсіз балаға абай жолы қиын деймін. Тіпті ол кейде біз үлкендер түсінбеуіміз мүмкін деймін да. Менің 36 мың теңгем бар дейді. Енді сондай сезімді. Үшін үлкен ақша. Мамандығын шын сүйіп тұрған ұстаз, ол алдына келген баланы да шын сүйе алады. Армысыздар, құрметті қонақтар, құрметті каналымыздың көрермендері. Сіздерге ең басты бұл подкастты таныстырып өтуді рұқсат етіңіздер. Алматы облысы Іле ауданы нөмірі 4-ші мектептің 50 жылдығына орай ашылып жатқан подкаст «Шың» деп аталады. Подкасттың мақсаты шәкіртті шыңға жетелейтіндей, жігерлендіре алатындай мықты қонақтарды шақырып, сол қонақтармен сұхбаттасу. Тек қана шәкірттерге ғана мотивация беріп қана қоймай, ұстаздарға да, жалпы ата-анаға да мықты осы үштікті қамтитындай ерекше подкаст болар деген ойдамыз. Ал ендеше бүгінгі подкастымыздың өнеге сағаттың қонақтарымен таныстыра өтейін. Бізде қонақта бүгін Сүлеймен Демирел университетінің ұстазы, кәсіби профориентолог Омарбек Көшкімбайұлы және оның жары Омарбек ағайдың Индира Бақытжанқызы, педагог, математик. Қош келдіңіздер. Бүгін өте еркін подкаст болсын. Бұл подкаст енді қалай айтсам болады, өзіміз отырып шай ішкенде, жалпы баланың дамуына, тіпті тәй-тәй бастаған сәтінен бастап, мамандық таңдауға дейінгі сәтіне қамти алатындай, ата-анаға да, шәкіртке де пайдалы болатындай, мотивация беретіндей бір подкаст болсын деп тілейміз. Ал ендеше бисмиллах бастаймыз. Жалпы шынымен де бұлдай подкасттар өте маңызды. Мен өзім таныстыра кетейін. Осы 15 жылдан бері білім саласындамын, жоғары оқу орнындамын. Мен осы жоғары оқу орнында көргендерімді қысқаша баяндап берейін. Әсіресе университетте, мына жалпы енді өзін тану, университет дұрыс мамандық таңдау негізінде бұл болмыс кішкентай кезден басталады. Жалпы енді осы соңғы 10 жыл болды, мен осы әсіресе мына профориентология саласына қатты мән беріп келе жатырмын. Оның негізгі себебі де мына студенттердің, 3-4 студенттердің кейбіреулерінің ағай, мына мамандық маған ұнамайды, басқа мамандыққа ауыса салайыншы, немесе ағай мен просто ата-анам үшін оқып жатырмын, ертең басқа салаға кетем деген сөздер мені қатты жүрегімді ауыртады. Әсіресе мен инженер факультетінде мен бір 3-4 жылдай замдекан болдым. Сол кезде мына инженер факультетімізде бізде IT мамандығында көп грантқа көп түсетіндер болатын. Қазақстанның бәлкім айтайын бір 30-40% деп айтайын, сол біздің факультетке түсетін. Бірақ бір 6 айдан 1 жылдан кейін келіп өтініш жазады. Өз еркіммен гранттан бас тарта отырып мамандығын ауыстырайыншы дейді. Енді декан қол қоймас бұрын міндетті түрде менің ойымды біледі. Омарбек бар, сөйлеші, неге? Өйткені грант деген бұл ақша ғой, бұл деген үлкен қаржы ғой мемлекет тарапынан. Неге бұл бала өз еркін бас тартып жатыр? Енді басқа мамандыққа ауысатын кезде бұл не істейді? Ертең грант жойылады, ақыл оқу керек болады. Кішкене түсініп жатыр ма деген сияқты. Мен келем сөйлесем, неге ауысып жатсың? Ағай маған ұнамайды дейтін. Не сонда бұл жаққа өз еркімен келмедің ба? Жоқ. Кімнің еркімен? Қазіргі таңда өкінішке орай мына жалпы қоғамда 87% деп айтады. 80% көп жастар көбісі сыртқы фактордың әсеріне қалып мамандық таңдайды екен. Яғни бұл грант үшін, оңай мамандық дейді, немесе үйге жақын дейді, достарым бар жатыр дейді, ата-ана фактор деген сияқты сыртқы фактордың. Ал өз қалауымен, өз еркімен деген өкінішке орай сол 15-20% ішінде қалады екен. Бұның проблемасы да сәл зерттей келе байқағаным, ертең күні жоғары оқу орнын бітіріп,
өз маманы жұмыс істеп жатқандардың саны 61%. Бұны біз емес, Атамекен ұлттық палатасының статистикасы бойынша. Енді бұның бәрін үшін айтып жатырмын. Былай қарасаңыз, университеттегі оқиға, бітіргеннен кейін өз маманы жұмыс істемеуі, бұның барлығы негізінде мектеп кезінде баланың тұлға болып қалыптаспауының себебі. Өзін таба алмауы, өзін танымауы, өзінің қабілеттеріне мән бермеуі, уже көрдіңіз ғой да, бала қандай үлкен бір дұрыс емес бағытқа бара жатыр. Бұл деген не ертең? Біздің проблемамыз, осы қоғамның жерде проблемасы. айта өткім келеді. Мен осы білім саласында ұстаз болып қызмет атқарып келе жатқаныма 10 жылдан асады. Мектепке алғаш келген кезде балалардың енді қаншама дарынды оқушылар бар. Біз дарынды емес деп бөле алмаймыз. Барлық шәкірт өзінше дарынды, өзінше тұлға. Сол осы мамандықты таңдағаннан кейін, мен жаным ашығаннан кейін, неге осыны қолға алмасқа? Неге біз балаға мамандық таңдауды 9-10-11-де ғана сол кезде баса көңіл аударамыздағы, неге оны бастапқы сәттен бастап көмектеспеске деп ойлаймын. Осы жерде осыны айта кеткен жөн. Бұл жағынан енді эксперт Индира Бақытжанқызы сіз айта аласыз ау деген ойдамын. Себебі көп балалы анасыз, балалардың тәрбиесімен айналысып, сонымен қатар өзіңіздің керемет жобаңыз бар, Тапқыр Kids. Бәлкім сіз айтып өтерсіз, баламен жұмыс жасауда сол жас ерекшелігіне жеткенге дейін 9-11 сыныптарға дейінгі аралықта баламен қалай жұмыс жасау керек біз? Жалпы енді баланың мамандық таңдауы, ол айтамын мен, кішкентай бөпе кезінен басталады. Баланың немен ойнап жатқаны, немен айналысып жатқаны біз көбінесе оған мән бермейміз. Мысалы, бала жай ойнап жатыр деп мән беруіміз мүмкін. На самом деле ол сол кезден басталады. Мысалы, біздің 5 баламыз болса, 5-еуі 5 түрлі ойыншықпен ойнады. 5 түрлі салада ойыншық ойнады деп айтсам болады. Екінші қызымыз әрдайым бір нәрсе жасап жататын, мысалы, бір нәрсеге құрастырып, құйып, араластырып жататын, мысалы. Енді папасы оны әрдайым былықтырып жатыр деп қарауымыз мүмкін ғой. На самом деле ол бір реакция жасайды, жаңағыдай қосады, бүйтеді, сөйтеді. Қазір ол қызымыз химия саласында қатысады, мысалы, олимпиадаға. И оған ол ұнап жатыр да, ол әрбір реакция. Бала кішкентай кезде осындай ойыншықтармен ойнайтын. Әр нәрсені былықтыратын, бояйтын, кашасын шығаратын деген сияқты. Ол болашақ сол салада. Мысалы, адам құсап ойнаса дейміз, мысалы. Ал қазір енді кішкентай қызымыз болса, тек қана қырқады да ол. Қырқады, анаған жабыстырады, әр нәрсені үстіне орайды да. Мен айтамын, бұл будущий, может, дизайнер шығар. Бізге бала ойыншықты кәдімгі легоны спокойно құрастыру керек, қайтып орнын қойып қою керек деп ойлаймыз. Немесе ойыншықты сол шашпай ойнасын, бұзбай ойнасын дейміз. На самом деле бала ол әртүрлі бағытта қарап отыр да. Мысалы, үлкен баламыз допты жай лақтырмайтын, допты бұрыштарға тақап тұрып лақтыратын. Мына бұрыш лақтырдың, одан тиісу керек деген сияқты. Ол жерде геометриялық фигураны қарап отыратын, мысалы да, жаңағыдай. Енді былай қарасаң, әрине біз ұрсамыз ғой, ананы тиістің, ананы шаштың, бұздың. Ол сонымен қарап отырады да, жаңа баланың көру ниеті басқаша, ата-анасымен бірдей емес. Сол үшін әр бала кішкентай кезінде ойнап жатқан ойыншықтары ол болашақта мамандығына өте әсер етеді. Мысалы, бала ұнатқан ойыншығын, ұнатқан саласын біз алып беруге тырысайық, мысалы, және соның үстінде қарап отырайық. Мысалы, кейбір бала допқа қызықса, может, будущий жаңағы футболист болатын шығар. Біз не дейміз, доп ойнай берме, одан ертең саған нан таппайсың, сен одан да жаңағы математиканы оқу деп айтуымыз мүмкін да. Мысалы, жалпы өзі математика мамандығы мұғалім, мысалы, математика мамандығы мұғаліммін, бірақ барлық бала математик бола алмайды, мысалы да. Әр бала әр түрлі. Бірақ бізде кейбір отбасыларда қалай? Отбасының ізін қуса екен. Ата-анасы математик па, болды, балалардың барлығы математик болу керек. Немесе дәрігер мұғалім ба, барлығы мұғалім болу керек. Немесе жаңағыдай ертең сен дәрігер бол, өйткені ата-анаң дәрігер, ертең саған жұмыс табылады деп баланы қинауымыз мүмкін да. Жоқ, әрбір баланың айтатын кішкентай кезден талабын ашсақ, кез келген бала, мысалы, талапты бала да. Тіпті сол ойыншық ойнау арқылы, яғни балаға сәл сол кезден бастап біз көмек беру керекпіз, мама өз мамандығын, өз сүйіктісін табуға. Мүмкіндік беру керек та, ол соны ары қарай дамыту керекпіз. Ол сонымен жаңағыдай, мысалы, кейбір баланы, допустим, электрик шығарған кісі қанша эксперимент екен шығарып отыр ғой, мысалы да. Ол бір-екі рет жасаған екен, болмайды, ол нәрсені қоя қой десе, мүмкін осы атқайын мүмкін свет болмас еді. Свет тапты ғой, мысалы, айтады ғой, 9999 рет тырысқан кезде, ана қасындағы айтқан екен да, сен денің сау ма? Болмайды бұл деген кезде, тапқырлан қараңшы, не деген? Болмайды емес, мен болмайтын жол таптым деген екен. Так, 10 мыңыншы ретте фук свет жанады.
И қараймыз мына светтердің барлығы қазір соның нәтижесінде да. Осының өзі оқушыларға, ата-аналарға инсайт болу керек. Себебі біз не істейміз? Болмай жатыр ғой, қойшы айналайын, доғаршы, басқа нәрсеңді таңдашы деп баланың жолын кесіп тастаймыз. Бетін қақпа, белін бу деп қазақ бекер айтпаған екен, иә. Ана бір қоса кетейін, қазір ана кішкентай кез дейміз ғой, мысалы ана менің аты Қожа киносында бір күшті сөз бар ғой. Бала деген ол қапшық емес, не болса сала салатын. Бала деген ол шамшырақ. Біз ұстаздар баланың шамшырағын жаға білу керекпіз дейді. Енді бұл жерде қараңыз, бұл сол ұстаздың атын ұмытып отырмын да. Не дейді? Баланы тану. Ана менің атым Қожа кітапта да бар, кинода бар ғой. Баланы жақсы таниды да мысалы. Мен ойлаймын осы жерде, яғни енді бүгінгі подкасттың мағынасы не еді? Шыңға шығу да. Баланың шыңға шығуы, баланың ары қарай дамуы, дұрыс емес пе? Баланың өркендеуі, баланың өсуі. Бұның барлығы былай қарасаңыз, ұстаздың, мұғалімдің баланы тануы. Мен осы жерде айтар едім да, мысалы біз көп алатын ретінде Индира жарым, Индира ханым, мысалы біз баланы тануға тырысамыз. Қалай? Ойын арқылы, мысалы да. Іс-шара барысында біз кейде не істейміз, бала бізге кедері келтіреді деп ойлаймыз. Ойбай келме дейміз, мысалы. Ойбай қазір қонақ келіп жатыр дейміз. Бір іс-шара барымызда ойбай жаңағыдай, негізінде бала біздің қасымызда өседі, дамиды, көреді, мысалы да. Сондықтан да егер мүмкіншілік болса, кейбір іс-шараларымызға баламен бірге бару керекпіз да, мысалы. Біз көбінде ойлаймыз, балаға көп уақыт бөлу керекпіз деп. Негізінде олай емес. Эффективный 20 минут деген нәрсе бар. Мысалы кейде біз келеміз, жұмыстан шаршап келеміз кейде мысалы да. Келеміз дағы жаңағыдай баламыз алдына шығарып, папа бүгін сайтқа мына суретті салдым дейді. Немесе бір нәрсе істедім дейді мысалы да. Біз сол кезде егер телефон қарап, десек болсақ, бала бізден дұрыс энергия ала алмайды. Яғни көріп тұр бала бізден фокустан берген жоқпыз да. Негізі телефонды қойып, сериалды ашпай 20 минут тыңдасақ, мына сурет салдым ба? Мына қарашы, мына сурет мына көлеңкесі күш салған екенсіз деп шынайы кері байланыс берсек, эмоциясын бөлсек, мен сізге айтайын, бала 20 минуттан итак өзі шаршайды. Ол өзімен кете береді, мысалы да. Біз сол 20 минутты бере алмағаннан кейін бала жиналады, белгілі уақытта кейін уже игнор. Біз бүгін игнор жасаймыз, ертең игнор жасаймыз, бала ертең бізге ашылғысы келмейді, ашыла алмайды, ішін төге алмайды. Сондықтан да бұл жерде бағана айтпағым, бағана менің атым Қожадағы ұстаз қалай баланы танып, соған біз жаңағыдай қалай деді? Мен Қожаның шамшырағын жаға алмадым деді, қателеспесем да, танымадым деген сияқты. Біз ата-ана ретінде, ұстаз ретінде егер біз баланы танитын болсақ, өз баламызды танитын болсақ, ертең оның шамшырағын жаға аламыз. Жаңа айтып кетпекші, бала ойнап, 5 балам 5 түрлі, дұрыс емес пе? Үлкен. Біз басқаша мысалы үшін менде қазір математика, информатика қатты көңіл бөледі. Не өйткені әрбір детальдарға мән берген мысалы да. Қызымыз, бүлдірді кезінде түсінем, қанша сызды, қанша бүлдірді, бірақ солардың реакциясы арқылы қазір шын мәнінде химияны жақсы көреді. Ана папа дейді, тосқан кезде бір жаралып еді, мен кайфым дейді оны. Біз айтамыз, қорқамыз ғой. Бала қызық та мысалы. Ертең ол осылай бір эксперименттерден қорқпайтын болады да. Қызға өткені. Бала бір нәрсе қызыққан кезде, бала бір нәрсеге көңіл бөлген кезде, және содан аз да болса нәтиже көреді ғой. Вот, уже бала соның ашылады. Осы жерде қазір күніміздің үлгі берейін, мына Илон Маск. Дұрыс па? Қазір айтамын, Илон Маск дейміз да, мысалы, ойбай, Марс ұшып жатыр. Бұның сәл тарихын оқып қарасаңыз, 90 жыл болса керек, мысалы да, ата-анасы болған компьютер сатып алып берген мысалы да. Ол кезде 90 жылдар 2-3 мың доллар көп ақша деген сөз. Мысалы ол қателеспесем бұл Африканың бір несінен Америка көшіп келген бір нәрсе болады, сол кезде ата-анасы компьютер алып береді. Бұл Илон Маск кішкентай кезде сол компьютерді шұқылайды, сындыра береді екен мысалы да. Сол арқылы уже компьютерге жаңағыдай креативность пайда болады мысалы да, әртүрлі шығармашылық пайда болады. Өйткені бұзғаннан кейін жасаудың жолы қарастырады ғой. Міне осы балалар тапқыр болады да. То есть біз ойлаймыз, әр бала тапқыр, бірақ сол тапқыр баланы ата-ана тану керек, ұстаз тану керек. Міне сол тапқыр баланы танығаннан кейін ол бала қалыптасады, ертең оның мамандығы қалыптасады, ертең оның шынайы өмірге деген көзқарасы қалыптасады, өз орын таба алады да мысалы. Кірпіш сияқты өз орын тапқан бала ертең ол қоғамдан алшақтамайды, өзін шетке шығармайды. Керісінше пайдалы болуға тырысады да. Мәселе осында. Енді осы жерде тамаша айтып өттіңіз да. Енді бұл жерде ата-ананың рөлі көбірек болып тұр екен ұстазға қарағанда. Ал біз қазіргі заман талабына сай ата-аналар енді таңның атысынан кештің батысына шейін жұмыста. Балға көңіл бөле алмай жатырмын деп, орысша айтқанда тырнақшаның ішінде чувство вины пайда болып жатыр. Мен балама көңіл бөле алмаймын, оған қалай махаббат берсем болады деген сияқты. Осы орайда ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз?
Осы жерде енді осы 5 баланың анасы Индира жарыма сөз берейін. Деген сен мен көп ары бері көп іс сапарда боламын. Шынымен де кей кезде іс сапарда болған кезде көп уақыт бөле алмай қалатын кездерім болады. Бірақ енді іс сапар жүрген кейде звондаймын, видео звонок болады. Мысалы үйге келген кезде, мысалы шаршап келсем де болады ғой, сондай сәттер болады ғой. Жұмыс шаршап келесің, кейде жұмыс ойдағыдай болмауы мүмкін, іс сапар қиын болуы мүмкін. Бірақ үйге кіре берісте масканы шетке лақтырамын да бүкіл эмоцияны балаға беруге тырысамын. Неге? Өйткені 2-3 күн көрмеген папа деп жүгіріп келеді мысалы да. Кей кезде бір 3 этажды үйде тұратынбыз мысалы да. Сол кезде жаңағыдай папа деген баланың дауыстары бірінші екінші этаждағы көршілер еститін и группаға жазатын. Видимо, папаңыз келді ау деп жазатын мысалы. И осындай кезде уже менің жоқтығым кезінде де мысалы шүкір жаңағыдай Индирам балалармен уақыт өткізуге тырысады мысалы да. Кей кезде менің жоқтығым білдіртпей мысалы баламен ойнауға тырысады мысалы. Сондай кезде баламен қалай уақыт өткізу керек, мен ойлаймын микрофонды Индира ханым беру керек осы жерде. Иә, себебі декретте отырған аналар тіпті немесе зығырданы шығып шаршап кетуі мүмкін, ал немесе жұмыста жүріп мүлдем бос болмауы мүмкін. Осы екі араны баланстап тұру үшін біз ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз? Баламен қарым-қатынасты жоғалтып алмау үшін, коммуникацияны жоғалтып алмау үшін. Жалпы кез келген бала ол жеке бір ата-анадан не күтеді? Уақыт күтеді да, көңіл күтеді. Мысалы, енді әрдайым ата-ананың көңілі ең кішкентайына біз аударып жатамыз, осы тәтті, сол қылықты, ал үлкендері ол кезде уже тыс қалып жатады, оны өйтіп көп құшақтай алмайсың. Бірақ мен жаңағы енді 5 бала болғанмен бесеуіне жеке көңіл бөлуге тырысамын. Мысалы, жаңағы үлкен қызымды алып, мен барып онымен жаңағыдай, ол не жақсы көреді? Ол шопинг жақсы көрсе, апарып шопингке апаратын да. Сонымен уақыт бөлетінмін. Мысалы, енді әрдайым мүмкін әр апта болмаса да 2 аптада бір, айына бір соған көңіл бөлуге тырысатын. И оны басқа балалар білетін. Мен қазір Аминамен қыдырып жатырмын, а ертең сенімен қыдырамын. Деп жеке, мысалы, жолдасыңыз бүкіл бала шағаны сізбен мысалы кафеге шығып келсе, сіз қатты демалғанда сезбеуіңіз мүмкін. Ал егер сізді ғана алып, мысалы да, жеке бір кафеге барып келсеңіз, күшті бір көңіл көтересіз. Сол сияқты жеке баланың өзімен уақыт өткізу керек. Және баланың бұл жерде жас ерекшелігі маңызды емес. Өйткені 5 жасар бала болсын да, 6 жасар бала болсын да, бәрі балаға бөлек уақыт бөлу, әкесінен сол көңілді күтеді. Тек қана көңіл маған ғана аударылса дейді. Тамаша. Сол үшін мен жаңағыдай, мысалы, ең үлкен ұлым болғаннан кейін мен оны папасымен жіберетінмін, бар футболға барып қайт, немесе кино көріп қайтыңдар деген сияқты, бірге көріп қайтыңдар. Ол бала сонымен өткізген уақыты ол үшін өте бағалы уақыт. Сосын мен енді әрине одан кейін қыздарды мен өзім алып кетемін. Қыздарды, ұлдарды папасына жіберуге тырысамын, барынша болмаса өзім алып, қайда барамыз, не хабар айтып па, кино көресің ба, там кафеге барып қайтайық па деген сияқты. Жеке өзінің қалауы бойынша апаруға тырысамын. Енді қолынан келгенше әрине бала, бірақ сол күндерді өте жақсы естерінде сақтап қалады. Және сізге қарсы көзқарасы басқаша болады да. Анам маған уақыт бөлді, жұмыс уақытын, мысалы, апта соңы болуы мүмкін, немесе аптаның ішінде кешке жақын болуы мүмкін. Немесе бір концертке барсаңыз да, бала үшін ол вообще мүмкін керемет бір уақыт, баға жетпес уақыт. Әрине ол баланы шетелге апару шарт емес. Осы тұрып жатқан қалаңызда, тұрып жатқан неңізде жеке алып бөлек уақыт өткізіп келсеңіз, ол ең керемет уақыт балаға. Және де жаңағы балаға біз қоятын сұрақтарымыз белгілі ғой. Қарның тоқ па, сабақ оқыдың ба, немесе жаңағыдай үй жұмысын орындадың ба деген сияқты. Одан тыс басқа баланың арманы қандай, бала неден қорқады, бала не нәрсеге ренжулі деген сияқты біз отырып кез келген баланы сұрамаймыз, мысалы да. Соған байланысты біз осындай бір ойын шығарған болатынбыз, тапқыр баланы жақынырақ таны деген ойынымыз. Бұл жерде әр карточкада 2 сұрақтан. Бұны әрине ата-ана баласымен ойнаса болады, немесе жаңағыдай сыныптастармен ойнаса да болады деген сияқты. Әр сұраққа бала, даже ата-ана бірінші очередь ата-ана шынайы жауап бергеннен кейін, бала да сосын шынайы жауап беріп бастайды. Бұл жерде ата-ана мен баланың алдындамын деп жаңа қысылып өтірік жауап бере салып болмайды, өйткені бала оны сезеді. Балаға мен мысалы сізге сұрақта түсті, мысалы сіз неден қорқасыз деп сұрақ түскен кезде сіз шынайы, мен мына нәрседен қорқамын, мүмкін пауықтан қорқасыз ба, мүмкін басқа нәрседен қорқасыз ба да, бала соны білу керек. Сіз қорқасыз ба сондай кішкентай құмырсқадан? Мен сізді ойладым, бәрі нәрседен қорқасыз деп ойладым деген сияқты. Сосын ол өзінің қорқынышын айтып бастайды. Солай сіз балаңызды танып бастайсыз. Сосын бала сізге жайлап уже бір рет ашылғаннан кейін екінші күн тағы да ашылып бастайды. Мама, мен білесіз, жалпы мына нәрседен тоже қорқамын, мен қараңғыдан қорқамын деген сияқты. Бұған дейін ұялып жүрген бала, ұяңдалған бала ашыла бастайды. Мүмкін бала сразу жауап бермесе де, может 2-3 күннен кейін келіп сізге айтуы мүмкін. Мама, сіз маған сұрақ сұрап едіңіз, бірақ мен қазір айтқым келіп тұр, мен осы нәрседен қорқамын, или осыған ренжулімін, немесе осы нәрседен қалаймын деген сияқты. Енді әртүрлі сұрақ бар. Осы сұрақты ойнап көрген кезде бұл сұраққа тек қана бала жауап берді деп ата-ана қарамау керек. Баланың жауап берген жауабын ата-ана өзіне түйіп алу керек. Мысалы, сенің сиқырлы таяқшаң болса, не нәрседен қалар едің деген нәрсе сұрақ бар. Мүмкін сол жерде бала айтуы мүмкін, мен мысалы мына жерде қазір бір чипсы болған қалар едім деген сияқты мысалы. Енді біз әрине ата-ана ретінде қарсымыз ол нәрсеге. Бірақ күшті екен деп қана қойып, потом соның арманын бір күн келіп, балам сен қалап едің ғой,
давай сен сиқыр таяқшамен бүйтіп қой, мысалы чипсы біткен кезде чипсы қоя салуға болады да ортына. Баланың ол кезде қуанышы шексіз болады. Баламен балаша бола білу, иә. Баланың талаптарын, армандарын уақыт келгенде орындасаңыз, сіз соны қалап едің ғой, сен арманды орындап жүрейін деген кезде баланың қуанышы ерекше болады. Мына айтады ғой, әрине ата-ана баланың қасында ашылу керек та, қуану керек. Енді мысалы, егер сіздің бұрын балалық шақтағы қандай естеліктеріңіз бар десек, сіз қуаныш сәттеріңізді айтасыз. Енді әрине ол көп болса көп айтасыз, ол азақ болса азақ айтасыз деген сияқты. Енді біз баланың өмірінде балалық шағында қызықты күндер көбейтуіміз керек та. Әрбір күні бір қызықты өткізуге тырысу керекпіз. Ерекше деген сияқты. Әрине ол үшін бір фокус керек емес. Жалпы сол армандарды орындап деген сияқты, кішігірім талаптарын бірге жасап деген сияқты. Мысалы, сондай қызықты сәттер өткізген сайын баланың балалық шағы өте керемет болады. Тамаша, Индира ханым. Бұл жерде бала ата-ананың жаңағы таңның атысынан кештің батысына дейін жүрген ата-ананың ол балаға бөлек уақыт бөліп, оны жаңағы керемет орталықтарға апарып ойнатудың қажеті жоқ. Жай ғана сұрақ қою арқылы ойын ойнау, иә. Және де 3 баланың ата-анасы ретінде өзімде бір лайфхак айтқым келеді. Біз үнемі кешкі аста, себебі таңғы аста әркім әр уақытта кетеді. Үлкен ұлым мысалға сабаққа кетеді, ортаңшысы кейін барады деген сияқты. Қайнатамды жұмысқа шығарып салам. Одан кейін жолдасым кетеді. Әр қайсының уақыты әр түрлі. 7:30, 8, 8:30, 9-да өзім шығамын деген сияқты. Ал енді түскі уақытта біз мүлдем үйде болмаймыз. Әр қайсымыз әр жақта түскі ас ішеміз. Ал кешкі ас біздің ең құнды уақытымыз. Себебі кешкі аста жолдасым да, жан-жарым, яғни қайнатам да, балаларым да барлығымыз бір дастархан басында кешкі ас ішеміз. Сол кезде біз былай ойын ойнаймыз. Біз қандаймыз деп мен сұрақ қоямын ғой. Біз бақыттымыз дейді үшеуі. Сосын біз қандаймыз дейді, біз баймыз деп айтады. Себебі олар соңғы кездері енді Инстаграм бар, ТикТок бар, енді бала ғой, дегенмен де шорт видеолар бар, ютубтағы одан көреді, зәулім сарайларды көреді, үйлерді, неше түрлі жаңағы айгілі болып жатқан Настя папа бар ғой, содағы неше түрлі Америкада жүрген саяхаттарын көреді, ана үйде тұрып жатыр, коттедж, неше түрлі таунхаус. Біз де сондай үйде қалаймыз. Сосын мен айттым бір күні, біз баймыз, біздің үйіміз бар, Аллаға шүкір, біздің баспанамыз бар, сендер неге оны құнсыздандырасыңдар деп. Құнды нәрсені, бар нәрсенің қадірін түсінсін деп жай нәрседен бастадық. Біз баймыз, біздің атамыз бар, біз баймыз, әкеміз бар, анамыз бар, ағам, інім, қарындасым бар. Біз баймыз. Бір күні енді өздері айтсыншы, бірінші бағдар бердім, екінші күні өздері айтсыншы. Біз баймыз, біздің итіміз бар. Анау бір, мынау бір, бәрін айта бастады. Анамның машинасы бар, әкемнің машинасы, бәрін айта бастады. Ол бала сонда уже шынымен бай екенін түсінеді. Жай ғана бай емес, сол сәтті айтып отқан кезде баланың эмоциясы, біз уақыт бөле алдық балаға махаббат сыйлай алдық. Сол моментте бір күні күйеуім айтады, сен осы бір сектаға кіріп кеткен жоқсың ба дейді. Сен неге олай сұрайсың деп. Бір шетінен біз басқа уақытта уақыт бөле алмаймыз ғой. Таңның атысынан кештің батысына шейін жүреміз, ал бізде кешкі ас ішетін сәт, нағыз бәріміз жиналатын уақыт, балаға әр қайсына көңіл бөлеміз. Сенің жауабың қандай? Ұлым айта қойшы, қызым сенің жауабың қандай? Әрқайсы жауабын естейміз, күшті болып ана жерде тамақтарын ішпесе де қарындары тойғандай қуанып, мама біз не істейік, біз көмектесейік деп баланың уже көңілі жайнап басқаша болып шыға келеді. Осы уақыт ата-аналарға егер балама көңіл бөле алмай жүрмін, қымбат нәрсесін алып бере алмай жүрмін десе, жай ғана Индира ханым айтпақшы, тек қана коммуникация қажет екен, жай ішек тарқасу. Бір қоса кетейін, шынымен ашық сұрақ деген нәрсе бар. Бағана сияқты иә жоқтан гөрі ойын айтатын. Біз бұл жерде бағана айтты ғой, қалауын ескереміз. Choice дейді ағылшынша. Балаға таңдау беру өте маңызды. Кей кезде байқамаймыз. Балам қызым сұрайды ғой, неге қызыл көйлекті кие салды, ол бұйрық болып есептелінеді. Ақ көйлек па, қызыл көйлек па, сары көйлек па, өзің таңда деген кезде баланың таңдау құқы пайда болады. Көрдіңіз ғой да? Өзі таңдайды ғой, басқаша. Мысалы, қайда барғың келеді? Мүлдем бөлек. Давай сен жаққа үй ішіп апарған кезде қалауын орындадық қой, бала басқаша деңгейде болады. Тіпті кей кезде біз мысалы бір нәрсе өзгеретін кезде мысалы сұрасақ ойымызды, қызым сен ойыңды айтшы, осы жерде қандай перделер жасар? Немесе балам айтшы, осы жерге не алсақ болады? Оның ойында ескере отырып бірге таңдаған кезде бала өзін құнды сезінеді. Көрдіңіз ғой да? Мен бұл өмірге қажетпін. Менің ойымды ата-анам еледі. Менің ойым мен осы жерде өзгерттік. Менің ойыммен былай істедік. Өзім таңдадым деген сияқты көрдіңіз ғой да? Бала өзінің құнды санаған кезде, бала сияқты өзінің қадірін, бар нәрсенің қадірін білген кезде, яғни итім бар, мысығым бар деген кезде уже бала не істеді?
уже басқаша деңгейде болды. Яғни біз кейде өзіміз жоқ нәрсені армандау арқылы кейде қол жеткізген кезде негатив сезінеміз. Менде жоқ. А былай қарасам, біз баймыз. Шүкір 12 мүшеміз түгел. Шүкір тамақ шай ішіп отырмыз. Біз тіпті ересек ретінде өзімізде ризықты тек ақшаға тіреп қойғанбыз ғой. Ризық ол ақша деп ойлаймыз. Ал кейде тоқтап ой жүгіртіп осы тафаккур жасайықшы, ойланайықшы деген кезде расымен де денсаулығымыз бар, 12 мүшеміз, жұмысымыз, табысымыз, оның барлығы, отбасы, бала-шаға нағыз ризық деп. Осы жерде мен кіші қосқым келеді, мен жалпы бала тәрбиесінде енді өзім как профордолог ретінде қаншама жылдан бері мындай 9-10 көп жұмыс істеймін. Әсіресе бірінші екінші курс студенттермен көп жұмыс істеймін. Өйткені келеді, маман таңдай алмаған кезде байқаймын да, кейбір балдар бар, мысалы ана қиял ғажап балдар болады. 30 жаста кім болғың келеді деп сұрақ қоямын. Бұл сұрақ негізінде Гарвардтың бір зерттеуінен келген. Do you have any goals деп сұрақ қояды. Мысалы Гарвардта бір зерттеу болды, былтыр Гарвардқа барған кезде сондай бір тамаша зерттеумен бөлісті. Сұрақ қояды, яғни мақсаттары бар ма деген кезде, баланың былайда қиял ғажап балалардың былай 30 жаста мынаны істеймін деген тамаша оны жазғандарының бір жетістікке жеткенін дәлелдейді мысалы да. И сол кезде сұраймын, болашақта кім болғың келеді? 30 жаста кім болады деген кезде былайда кітап оқыған бала мен оқымаған баланың жер мен көкте айырмашылығын көрдім. Кітап оқыған, өзін таныған, ата-анасымен қарым-қатынасы күшті балалар, қиял ғажап ерекше. Мен мынандай болғым келеді, мынандай армандаймын. Ана шын мәнінде аспан жерге түсіретін деңгейде бар да. И бұл күшті нәрсе негізінде. Ал кітап оқымаған, ата-анамен қарым-қатынасы жоқ балалар не дейді білесіз бе? Білмеймін. И қолдар былай, білмеймін. Яғни уже баланың кішкентай кезден, бағана Инжира ханым айтпақшы, кішкентай кезден балаға таңдау берген кезде, баланы тыңдаған кезде, оның қалауын ескерген кезде, еще оның ойнап, оның бір талғам білген кезде, еще оның кішкене дамуын енді кітап дос қой, кітапты да бірге оқып, ақырындап кітап оқуға баулған кезде, баланың ертеңгі күні жететін жетістік ерекше. Сондықтан мен осы жерде бір кішігірім бір бекерге келген жоқпын, бір кітап алып келдім. Бұны сізге және сіздің сыныбыңызға, сіздің отбасын сыйлағым келеді. Мына кітап бар. Жалпы енді біз әлем әдебиетін жақсы білеміз. Гарри Поттер жақсы білеміз, дұрыс па? Көбісі қызыға оқиды мысалы да. Осы сұрақты да өзім қозғайын деп отыр едім. Балаларға кітапты оқуға құлшыныстарын қалай арттыруға болады? Біз сезгендей болдым ба? Сезгендей болдым. Сезгендей кітап алып келіпсіз. Тамаша. Енді жалпы біз Гарри Поттер кітабын жақсы білеміз. Балалар жақсы оқуы мүмкін мысалы да. Бірақ ол жерде бір нюанс бар. Енді шетелдің несі ғой, салт дәстүрі, шетелдің құндылығы бар мысалы да. Менталитет басқа. Иә, өзіміздің құндылық бар. Қазақи тәрбие бар. Мен өзім бір 25 мемлекетті аралаған адам ретінде, жарым екеуміз 10 шақты мемлекет бірге бардық мысалы да, олардың тәрбиесі бөлек, біздің тәрбие бөлек. Кей кезде олардың құндылығымызға сәйкес келмеуі мүмкін кейбір сәттерде. Сондықтан да мына жерде бір шок әлем деген тамаша кітап. Кәдімгі енді бұл кітапты өзім балам оқыды. Былай айтайын, жалпы енді әсіресе үлкен баламыз қатты бір кітапқа құмарлық жоқ еді. Бірақ мен осы кітапты бір жерде көріп алып берген кезде тілі жеңіл. Және бұл жерде бір қалайса болады, мысалы шок әлем ғажайып тас мысалы да. Бұл Гарри Поттердің баламасы деп айтты маған, бір есімен автормен кездестім, өзіміздің қазақ авторы. И бұл жерде біздің жаңағыдай президентіміз Тоқаев бір 17 құндылық бар бізде. Соның көбісі бар мұнда. Екі жаңағыдай апалы інілі жаңағыдай бауырлар жаңағыдай шытырман оқиғалар тап болады да, бір-біріне бауырмалдық, мейірімділік, жаңағыдай бір-біріне көмектесу мысалы да, соның барлығымен соның бәрін жеңіп шығады. И шоколадты әлемде. И балаға шоколад қызық қой. Балам айтты, несімен қызық дедім да балама. Папа дейді да, шоколад әлеміне кіріп кеттім. Есікте тұтқалар бәрі шоколад, кей кезде таяқ жеген кезде шоколад жейміз дейді да. И мен таяқ жегім келеді мына жерде. Енді бұл 6 серия ғой, бәрі оқып тастады. И мына жерде баланың қиял ғажап дами бастады. Мысалы, кейбір ата-ана бар. Қиял ғажап емес, бұл жерде сөздік қоры да дамиды. Әрине, ол бөлек әңгіме. Сөздік қоры дамиды, қиял ғажап дамиды, шешім шығару дамиды, көрдіңіз ғой да? Бала өзін тани бастайды. Мына жерде құрметті оқырмандар, қандай тамаша лайфхак айтып жатыр. Ұштастыра білген адамға өте үлкен мықты инсайттар. Жаңа айтып жатырмыз ғой, ата-ана балаға уақыт таба алмай жатыр. Кітапты таңертең кешке шейін жұмыстаспа, осыны оқып қой, кешкісін талқылайық. Талқылаған кезде баланың сөздік қоры да дамиды. Ата-ана балаға уақыт бөледі, махаббатын бір-бірлерімен ашыл салады, иә? Өте жақсы, тамаша. Бұл жерде қазір кітап мәселесі шықты ғой, көбіміз айтуы мүмкін. Балам кітап оқымайды деуі мүмкін мысалы. Өткенде бір қызық болды. Бір кәсіпкер ағамыз, Омарбек, балам кітап оқымайды деді. Неге дедім? Білмеймін деді. Аға дедім, 4 сынып балаңызға қандай кітаптар оқытып жатсыз? Абай жолын беріп оқымай деді. Дедім, аға дедім, 4 сынып балаға абай жолы қиын деймін. Тіпті ол кейде біз үлкендер түсінбеуіміз мүмкін деймін да. Баланың деңгейіне сәйкес кітаптар беру керек қой.
Ал енді қандай кітап дегеніңіз осылай пайда болды да. Шын мәнінде дәл қазір көп ата ана бәлкім өз кітап оқымайды. Қараңыз, балаңыз кітап оқысын десеңіз, ең біріншіден ата ана үлгі болу керек. Осы жерде бір нәрсені айтайыншы қазір. Мен осындай десе, қараңыз, ата ана үйде кітап оқымайтын ата ана баласы кітап оқымайды, ренжімеңіз. Егер ата ана мысалы аптасына бір көгілбес қой, 10 минут. Мысалы мен сізге Мөлдір ханым сұрайыншы, 10 минут сіз үшін көп па аз ба? Әрине көп. Себебі былай қарасаңыз жетпеуі мүмкін ғой, бірақ кітап оқып отырған адамға ол өте 10 минуттың ішінде біраз құнды дүние алады. 10 минутта қанша бет кітап оқисыз? Ал сізге сұрақ. 10 минутта бір 30-40 бет оқимын. Супер, қандай тамаша. Скорочтение бар мысалы. Кейбір аталар бұған мысалы көп бет оқи алмауы мүмкін. Белкі 10 бет. 5-10 минут маңызды емес. Мәселе 10 минут уақыт таба аламыз ғой, дұрыс па? Кейде ана сериал дейміз, онда телефон дейміз. Қазір көп ата-ананың ренжімесін, уақытым жоқ деген ата-аналардың мен былай айтар едім да, телефонына кіріп, экранны времясы шұқылап қарасын, жоқ дегенде 6-7 сағат телефон көңіл бөледі. Мысалы, ал енді қарасаң 10 минут оның қасында ештеңе емес қой да. Енді 10 минут көңіл бөліп мысалы да, папасы мамасы үйде отырып бір кітап оқыса, қараңызшы. Мен сізге айтайын, еңбектеп жатқан 8-9 айлық бала даже келіп, кітапты түсінбесе де шұқылап сурет салуға тырысады. Неге? Өйткені көрді ғой, көрген қайталады. Сондықтан да құрметті ата-аналар, осы жерде айтқым келеді да, осы подкаст тыңдайтын ата-аналар, осы жаңадай сіздің жаңағы ертеңгі күнімізде Илья ауданының басшылары, мектеп басшылары, бұл ертең бұл подкастты қаншама ұстаздар, ата-аналар көруі мүмкін. Сондықтан да балаңыз кітап оқысын десеңіз, ең алдымен ата-ана өзіңіз үлгі болыңыз. Бұл біріншіден өте маңызды. Көп уақыт керек емес. Саналы 10 минут жетеді. 10 минутта бәлкім 5 минут оқысын. Қараңыз, күнде 5 минут оқыған бала бір айда 150 бет оқиды. Мәссаған. Бір жылда 1850 бет оқиды. Бұл деген 7-8 кітап қой. Бірақ мәселе бағана айтқанда соны талдау ғой. 5-10 минут. Ал не оқыдың? Не тыңдадың деген сияқты, не түсіндің деген сияқты. Одан бөлек баланың жас деңгейіне сәйкес кітаптар таңдау өте маңызды. Қазір өте күшті кітаптар бар мысалы. Одан кейін соны балаға не істеу керек? Кішігірім бір түсінгенін сұрау керек. Тек қана құр кітап оқу емес, түсінген аз да болса түсінген. И төртінші мәселе, оқыған әр бетіне бір кішігірім бір марапат мысалы да. Немесе осы кітап бітіргеннен кейін ана сенің қалаған нәрсең бар еді ғой. Соған бірге барайық, бірге алайық. Не болды? Оның қалауына да жетуіне себепкер боламыз. Мен өз басыма осы жерде десеймін, бір бетке 20 теңге деймін. Былай қарасаң енді ата-ана ретінде біз баламызға ақша береміз ғой, 2000 теңге. Бірақ ана бала кітап оқып бір жетістікке жетеді ғой. И сол өз бір қалайсам болады, қаржылық сауаттылық қой, өз еңбегіне таққан ақшасы ғой. Ертең бөлек бір не. Қызым деймін да, мына ақша жиналды ғой, саған өткенде сұраған ойыншықты алсай десем, жоқ дейді папа дейді. Мен лучше одан жақсы нәрсе алайыншы дейді. Міне, қандай тамаша. Ойыншық емес, одан да құнды нәрсе арманы бар екен. Бұл жерде біз деген баланы шыңға шығарып жатырмыз. Вот, шыңға жетелеп жатырмыз, көрдің ба? Өз армандарына бұл жерде және де атап өтетін нәрсе, көп ата-аналар енді бес саусақ бірдей емес, бірақ көпке топырақ шашпаймын. Біраз ата-аналар мектепке кірді ма, болды, бала тек қана ұстазға аманат, ұстаз сонымен айналысу керек, тәрбиесі де, білімі де барлығын ұстазға итеріп қояды. Жоқ, бұл жерде ата-ананың да үлкен рөлі де, үлесі де үлкен екен. Осы жерде жаңа айтып жатырсыз ғой, тамаша негізінде расымен де ата-ана балаға кітапты оқы демес бұрын өзі де оқу керек деп айтып жатырсыз ғой. Осы тұста бір нәрсе айтқым келеді. Осы жоба авторы, осы идея авторы Әсия Бүнісіп қызымен кеше сұхбаттасып отырып, біраз дүниелер өзіме түйдім. Сол кезде екеуміз әңгімелесіп отырып, мына дүние шықты да. Біз керісінше балаға үйретпейміз, баланы шыңдаймыз, бірақ керісінше біз баланы қалыптастырмаймыз, баланың шыңдай отырып, сол жетістікке жеткізе отырып, өзіміз маман ретінде, білікті маман ретінде қалыптасады екенбіз. Және де байқайсыздар ма, балаға үйретпейміз біз керісінше баладан үйренетін сияқтымыз, иә? Біраз нәрсені. Ол менің өзімнің үш баланың анасы ретінде де көп нәрсе өмірде түйдім. Нәрсені көрсетіп тұрсам, мама сен де солай жасадың ғой деп, өзімді қайталап тұрады. Содан кейін уже айнаға қарап, мен баламды тәрбиелемей, өзімді тәрбиелейін дейсің. Осы тұста құрметті ата-аналар, тек қана ұстаздар қауымына жауапкершілікті артпай, барша өзімізге де көңіл бөлгеніміз жөн, иә? Осы жерде айтып кетейін, біздің жаңағы 3-ші баламыз енді кітап оқыды, басқа жақтан туылған күнге ақша жиналды, 36 000 теңге ма ақшасы бар етін жиналған. Сонымен мен әлемдегі ең бай адаммын дейді да, менің 36 000 теңгем бар дейді да. Енді сондай сезінді да, үшін үлкен ақша ғой енді. Қанша уақыт жинап келген ақшасы. И дүкенге барып бір ойыншық алманы әпересіз ба дейді. Мен айтамын, сен ақшаң бар ғой, сен өз ақшаңды ала ғой дедім ақшаны. Жоқ, онда алмаймын дейді да. Бала уже бұл жерде ол ойыншықтың мысалы алғанмен 1 минут ойнайды немесе 10 минут ойнайтынын біліп тұр.
одан кейін қолданбайтынын біліп уже ақшасын оған жаратпай тұрды. Сол үшін баланың ақша өзін жинауы жаңағыдай ол өте маңызды. ертең жаңағы қаржылық сауаттылыққа да үйрететін нәрсе. Сол үшін жарайды онда өзің біл деп уже не мысалы да. А так ата ананың ақшасы болса бала әрине ол шексіз қарайды ғой, бітпейтін ақша ретінде қарайды. Ананы әпер, мынаны әпер деген сияқты. Сол үшін біз 20 теңге беру арқылы баланың қаржылық сауаттылыққа үйретеді да, ақшаны сен еңбек ету арқылы таба аласың деген сияқты. Тамаша. Үлкен рахмет. Біраз дүниелер аз уақыт болса да, біраз дүниелер осы уақытқа дейін қамтылды. Енді өз мәресіне де жетіп қалды өз подкастымыз. Осы подкасттың соңында Омарбек мырза, сіз тек қана ата-аналарға емес, сонымен қатар ұстаздар қауымына да, өзіңіздің әріптестеріңізге, осы баланың мамандық таңдауына, дұрыс мамандық таңдауына қандай бір лайфхак айта аласыз? Кітап, тәрбие, баламен қарым-қатынас барлығы қамтылды, өте жақсы. Баланың шығар шыңына сәл-ақ қана қалды ол мамандығы. Иә, сол мамандығына қандай бір лайфхак айтасыз? Жалпы ұстаз ретінде, ата-ана ретінде де қандай бір лайфхак айтасыз? Профориентолог ретінде де. Табы. Ең алдында нақты сыйлық берейін. Нақты сізге және өзіңіздің отбасың және өзіңіздің сыныбыңызға, мектебіңізге оқыңыздар, қолданыңыздар. Жалпы баланың маман таңдауына менің осы лайфхак айтар едім. Ең алдымен осыны түсіну керек. Өмірде мамандық пен жар таңдауда қателеспеу керек екенін бала түсіну керек. Бұл біріншісі. Өте маңызды мәселе. Осыны түсінген бала, былай енді ертең жұмыстан үйге, үйден жұмысқа бір жүгіріп барса, өмірден ләззат алады. Көрдіңіз ғой да? Яғни жұмысынан асығып барып, жұмысынан асығып үйге баратын болса, бұл деген не? Отбасы керемет, жұмыс керемет деген сөз ғой да? Осы екеуі өте маңызды. Екіншісі өзін тану. Өзінің тану дегенде бұл икигай методикасын көп кеңес беремін. Яғни өзінің армандарын айта білуі, өзінің қалауларын айта білуі өте маңызды. Кімге? Ата-анасына, ұстазына. Осы жерде бағана айтқан лайфхактарымыз ғой барлығы. Яғни баланың өзін айту үшін де ата-ананың да, ұстаздың да несі керек бұл жерде? Баламен тілдесуі, оны игнор жасамауы. Қазіргі мына Z альфа ұрпақта, телефонда отыратын ұрпаққа, 15 секунд TikTok әлемінде отыратын ұрпаққа бұл өте маңызды. Олар қазір біз сияқты 2-3 сағат зитакеде көрмейді. 15 секунд TikTok отырған балаларға өзін құнды сезіну керек. Әйтпесе қазір мына телефон әлеміне кірген бала өзін құнды сезінсе, белгілі уақыттан кейін өмірден түңіліп кетуі мүмкін. Сондықтан да осы жерде екінші маңызды мәселеде өзінің қалауларын және жаңағыдай қабілетін білу, яғни өзін тану керек. Үшіншісі және ең маңыздысы осыны өмірде тырысып көру керек, жасап көру керек. Болды. Яғни барып көру керек, жасап көру керек. Яғни армандар тек құр қалмау керек та, жасап көрсін. Біз бұған жаңағыдай шетелде бір әдіс бар, job shadowing деген әдіс бар. Барды жасап көр дейді. Жасап көрген кезде бала өзінікі немесе өзінікі емесін көреді та. Өзінікі болса жалғасады, немесе болса бұл менікі емес дейді. Осы жерде ата-аналарға да ұстаздарға айтарым, балаға да мүмкіндік беріңіз. Болды. Осы лайфхакты ұстаған кезде бала өзін таниды, ертең өзіне, ата-анасына, еліне пайдалы азаматша. Иә, Омарбек Көшкімбайұлы, сіз мықты профориентологсыз, әлеуметтік желілерде де бақылап отырамыз, қаншама осы Қазақстан бойынша қаншама шәкірттердің, тіпті Қазақстаннан тыс Өзбекстан, басқа, Қырғызстандағы студенттер де келіп өзіңізден консультация алып, грантқа түсіп жатты. Сондықтан мен ойлаймын, меніңше әр істе өзінің маманы жұмыс жасау керек деп. Егер ата-аналарға осы мамандық таңдауда мен балама кеңес бере алмаймын десе, онда Омарбек мырзадан консультация алып, сізбен ақылдасып кеңессе де болады, өте жақсы деп ойлаймын. Осы жерде бір нәрсе қосып кетейін. Мен математик мұғалімі ретінде, енді математика сабағын класста енді барлығы түсіну мүмкін емес. Мысалы, 20% бала жақсы түсінсе, қалғандары енді орташа да түсіну мүмкін. Осы жерде мен мынандай тапсырма беретінмін, мүлдем жаңағыдай сәл енді 2-3 деген сабаққа оқитын балаларға проект беретінмін. Олардың да математика сабақтан 5 алуына көмектесетінмін да, өйткені бала сену керек, математика 5 алу мүмкін деген нәрсе да. Дифференцировать. Мен айтамын, давайте сендер, мысалы үшбұрышқа байланысты тақырып өтсек, сендер мысалы мына теория жүзінде біз шығарып жатырмыз, а сендер практика жүзінде осы қалада қаншама үшбұрышты нәрсе суреттер көресіңдер, заттар, ана соны суретке түсіріп, практика сабаққа келесіңдер деймін да. Олар кетеді, жаңағы шатырды түсіреді, үшбұрыш, ананы түсіреді, мынаны түсіреді, жаңағы 20 шақты сурет жинап алып келеді да. Мен айтамын, қақта бар үшбұрыш? Үшбұрыш мына жерде бар екен, ана жерде бар екен, мына жерде бар екен. Бала ізденеді. Иә, ізденеді, суретке түсіріп әкеледі ғой. Сен соны қорғау керек класстың алдында. Мен оказывается 20 жерде үшбұрыш бар. Мен айтамын, үшбұрыш бізге керек па деймін. Оказывается бізге керек екен. Мен айтамын, маңызды соны сен түсінсең болды. Бізге математика сабақ керек па? Керек. Сен керемет практика сабақ келдің. Бала және жасаған проектін қорғау керек ана жерде. Оны еңбектен суретке түсіреді, оны жабыстыра шығарады деген сияқты. Жалпы андай тек қана не жүзінде емес, мысалы формуланы жаттау емес, бала оқыған нәрсесінде
қолдана алуды білу керек та, көре алуды білу керек. Өмірлік құндылық. Сол үшін бала сол кезде де шабыттанады. Оказывается, математика сабағы қызық екен ғой дейді да. Келесінде уже жаңа өткен тақырыпты іздеп бастайды. Ол басқа қай жерде бар, мысалы квадрат өтесің ба, квадрат қай жерде бар, мен қай жақтан көре аламын. И ол бала апай, мен давайте тағы бір жасайын, давайте мынандай жасайын деп уже балалар шабыттанып бастайды мысалы. Сол үшін кез келген балаға сен әрдайым оқымайсың, түсінбейсің емес, басқа проекттер беру арқылы баланы алға итеру керек. Ата-ананың алдында балаңыз бүгін неше айтамын, балаңыз бүгін 5 алды математика сабағынан. Күшті проект жасады деген кезде бала ата-ананың алдында мәз, ата-анасы да баласы үшін мәз болып тұрады ана жерде. О, күшті екен деген сияқты. Баланың мәртебесін көтеру. Мәртебесін көтересің. Мүмкін ол бала ертең может сол салада архитектор да болып кетуі мүмкін да. Сол үшін балаға әртүрлі мүмкіндік беру керек та, жаңағыдай шыңға шығару үшін әртүрлі бағытта проектпен деген сияқты қазір таңда әр нәрсе бар ғой, жаңағыдай әртүрлі жобаларға қатыстырып, мынаған қатыстырып, күтпеген бала күшті бір проектпен ортаға шығуы да мүмкін. Жалпы бұл жерде мен сіздің өзіңіздің мамандығыңызды сүйетініңізді байқадым. Яғни кез келген ұстаз ол өз мамандығын сүйіп балаға махаббатпен түсіндіретін болса, бала ол пәнді жақсы көрмейтін бала да болмайтын сияқты. Себебі біздің мектебімізде зейнеткер ұстаз бар. Ол кісі зейнетке шықты, Апақова Гүлбану деген кісі. Ол кісіні енді атап айтпау мүмкін емес. Баланы әкем көкем құлыншағым деп оқытады. Сол кеше осы жоба идея авторы Әсия Бүнісовқызымен сұхбаттасып отырып, мөлдір мен сол кісінің методикасын қолданып көрдім дейді. Бірақ басыма шығып кетті дейді ғой. Мен түсіне алмадым, мына балалар не істесе болады деп, мана кісі қалай оқытады деп. Сөйтіп кейін айтады ғой, Гүлбану апай, сіз маған бір құпияңызды айтпай кеттіңіз деп. Оказывается, баланы шын жақсы көру керек екен ғой деп. Мамандығын шын сүйіп тұрған ұстаз, ол алдына келген баланы да шын сүйе алады. Сонда Әсия апай айтады ғой, мен сол сәттен баса баланы шын жақсы көрген кезде, жай ғана әкем көкем ол бала жасандылықты біледі дейді. Балаға жасанды болып тұрсаң да бала оны сезеді. Шын көңілмен мен неге мамандығымды сүйіп тұрмын, неге осы балаларды сүймеске деп баланы сүйе бастаған кезде балалар ұшты дейді ғой алдыға қарай. Мен үшін бұл үлкен жігерлендіру болды. Білікті маман ретінде қалыптасуыма да бір әр ұстазбен осылай сұхбаттаса отырып, әр ұстаздан алатынымыз көп. Сондықтан сіздерден бүгін алғаным өте көп. Қазақта айтады ғой, білгенім 9, білмегенім 99 деп. Расымен де ұстаз болсам да, 10 жылдан астам білім саласында жүрсем де, менің білмейтінім де біраз екен. Сондықтан сіздерден алғаным көп болды. Мектебіміздің Іле ауданы бойынша алғашқы подкасттың ашылуына тұсау кесеріне келіп, өздеріңіздің ақыл кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге үлкен алғысымды білдіремін. Ұйымдастырушы ретінде сіздерге алдағы уақытта үлкен табысқа жетулеріңізді, осы шәкірт тәрбиелеуде қосып жатқан үлестеріңіз, шәкірттеріңізді шыңға жетелесе, айтады ғой, егер ұстаздан шәкірт қосса, ол ұстаздың үлкен мәртебесі деп. Сіздердің де мәртебелеріңіз асып, шәкірттеріңізбен мақтанатындай беделді ұстаздар болуларыңызды тілеймін. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Шәкірттеріміз мықты мамандықтарды таңдап, осы подкастты көре отырып шыңға жететіндей, ата-ана да қуанатындай, әріптестеріміз де қуана алатындай, шәкірттер де қуана алатындай бір мықты құнды дүние болатынына сенімім мол. Енді осы тұста айтқым келеді. Бұл подкасты біз өнеге сағат деп алдық, яғни жай ғана қазіргі тілмен айтқанда подкаст, жалпы әдеби тілмен өнеге сағат деп алдық. Не үшін? Себебі YouTube'ты зерттесек, көп ұлы тұлғалардың сөздері, ересек адамдарға ғана қамтылған екен. Мектеп жасына сай балаларға осындай мотивация беретін өнеге сағаттар өте аз екен. Соны қолдап, осы балаларға, мектеп жасына, шәкірттерге бір мотивация болсыншы деген леппен мектеп жанынан ашылып жатқан подкаст. Енді бұл подкаст тек қана осы Іле ауданында емес, барша Қазақстан көретіндей, Қазақстан мектептеріндегі шәкірттеріміз көретіндей дәрежеге жетсе, нұр үстіне нұр болады. Ең басты ниетіміз халыққа пайдалы болу. Мөлдір ханым, мына ойынымызды сіздер мектептеріңізге сыйлаймыз. Балалардың ашылуына, талантты балалардың ашылуына септігін тигізсін деген ниетте сіз мектебіңізге осы тамаша, сіздердің қолдарыңызда осындай тамаша жоба авторы Индира Бақытжанқызынан тамаша ойын. Енді бұны көбейту керек деп ойлаймын алдағы уақытта. Бұйырса, журналда шығатын болады. Тамаша, күшті. Рахмет сіздерге үлкен. Енді келесі подкасттарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.